Жеті ата қазақ халқының салт дәстүріндегі маңызды ұғым. Ол әр адамның өзінің шыққан тегін ата-бабасын білу үшін қажет. Қазақта жеті атасын білмеген жетесіз деген сөз бар. Жеті атаны білу ұлтқа, тарихқа деген құрмет. Әкемнің айтуымен ата-бабаларының есімдерін жатқа білемін. Орыс, Қалматай, Бақырбай, Алдаберген, Әлен, Аманжол, Өмірзақ, Алмас, Әлібек. Менің жеті атам Боғызғол, Бекалы, Ақтоз, Аймағамбет, Қайрат, Жомарт, Ербол, Мұхаммедқали. Менің жеті атам Тұрғанбай, Жайлау, Омар, Оспан, Қали, Қайырла, Ғайни, Тәуекел. Менің жеті атам Қаба, Хангелді, Құсырма, Досауы, Тауысбай, Әділхан, Мәулен, Абдурахим. Менің жеті атам Есімбай, Бұрқан, Жұмы, Бақтыбай, Мұхамеджан, Әлібай, Мейрамбек, Азамат. Менің жеті атам Есенгелдір, Назар, Тоқтар, Құбылас, Тәңірберген, Туысқали, Жәнібек, Ағзам. Менің жеті атам Арман, Амангелді, Мадияр, Айдуа, Өтәлі, Әлбек, Мәмбетірса. Менің жеті атам Бозай, Медет, Қыстау, Қарамырза, Алдаберген, Қадыр, Бексұлтан, Темірхан, Айбек, Али. Менің жеті атам Ерназар, Ербол, Бақша, Ерғали, Аял, Олдыбай, Жауғарыштапқа. Менің жеті атам Әділет, Ерлік, Салмырзан, Мұратбай, Қосай, Қарсақбай, Ескелді. Менің жеті атам Мұжаберген, Байбақты, Жарымбет, Қамағамбет, Әділ, Дайрабай, Ерғон. Тұтқаран тұғыры, оның ішіндегі Әлімбай, Ермағамбет, Ескелдір, Арман, Расым. Менің жеті атам Естай,